достар, бүгін біз үйректің етін ерекше әдіспен дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Whoa, whoa! Woo!
Жалғызым, жалғыз күні бар. О. Жастың жалын құлағында. Киндер сюрприздың ішіне не шығады екен көрсетемін достар сіздерге қазір. О. Мен бұл асты жабайы табиғатта көп құралсыз, ыдыс аяқсыз көбінесе қолданбауға тырыстым. Аз-маз болады. Мен кеше 1000 подписчик жинадым. Мен соны құрметіне мерекелік ас деп арнайы пісірдім. Ерекше үлгіде. Бұны тұзға көміп пісіру деп айтады. Енді дәмін айтып жеткізе алмайын. Өздеріңізде пісіріп, үй жағдайында духовкаға пісіріп жесеңіздер болады. Ғажап бар ғой мынау бар ғой жігіттер. Құрметті мен подписчиктерім, сіздерге мың алғыс, сіздерге рахмет айтам. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және бөлісіңіздер, таратыңыздар. Айтпақша, подписчиктерім 10 мыңға жеткен кезде мен түйе құстың етін бір ерекше ешкім істемеген, ешкім жасамаған тәсілде сондай үлгімен пісіретін болам. Соған дейін жұмыс істеу керек. Сіздерге рахмет. Далада дастархан сіздер үшін қызмет етеді.